Ахмет Садықов Нұрлан Нұроллаұлы 1951 жылы 9 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Самар ауданы Бастаушы ауылында дүниеге келді. Әкесі Нұролла мен анасы Зағидың тәрбиесін көріп, мектеп табалдырығын аттап, балалық шағын ауылда өткізді. Есейіп, Абай орта мектебін тәмамдады. Ер жетіп, Германияда әскери борышын атқарды. Одан кейін Алматы шаһарына келіп, 1972 жылы Алматы зооветеринарлық институтына оқуға түсті. 5 жыл студенттік өмірдің қызығы мен шыжығын өткеріп, 1977 жылы аталған институттың мал дәрігері біліктілігін үздік бітіріп, алған білімін Өскемен қаласында, Самар өңірінде еңбекпен жалғастырды. Ата-анасының бойына құйған еңбекқорлығы, өзінің ізденімпаздығы арқасында Алматы қаласына қайта оралып, білімін шыңдап, өз саласы бойынша кандидаттық, кейін докторлық диссертацияларын сәтті қорғап, ғылымға бет бұрды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде ұзақ жылдар бойы кафедра меңгерушісі болып қызмет етті. Қазіргі кезде оқытушылық пен ғылыми жұмыстарды байланыстыра отырып, биологиялық қауіпсіздік кафедрасында профессор болып істейді. Әкеміздің жетекшілігімен көптеген докторлық, кандидаттық диссертациялар қорғалды. Таң атса болды, күн батты, 1998 жылы Антиген атты ғылыми өндірістік кәсіпорын ашты. Қазіргі таңда Антиген кәсіпорны заманауи халықаралық стандарттарға сай Қазақстан Республикасындағы ветеринария және медицина бағытындағы маңызды кәсіпорындарының топ басшысы болып табылады. Өнімдері бүкіл Орта Азия мен Кавказ елдеріне танымал болды. 80 адамнан аса қызметкерлер жұмыс істеуде. Көптеген халықаралық ғылыми зерттеулер орталықтармен байланыс құрып жұмыс істеуде. Тентіріп текке жүрдік пе, жойылып жерден кетер ме, жобасы түскен бірлікте, не алдым елге не бердім, өтеусіз беді келер күн, қырандай баулып өсірген, халқыма енді не дермен. Таң атса болды, күн батты. Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан еңбегі кеуде белгісімен Астананың 10 жыл медалімен марапатталған. 2007 жылы инновациялық әзірлеу саласында жеткен жетістігі үшін өнертапқыш саласы бойынша 3 республикалық конкурстық лауреат атанды. Шапағат 2006 сыйлығының және жыл үздік мұғалімі 2007 грантының иегері. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы 2014 атағының лауреаты. 350-ден астам ғылыми және ғылыми әдістемелік жұмыстар жарық көрді. 100-ден аса Қазақстан Республикасының патенттерінің авторы. Әкеміздің биік шыңдардан көрініп, үлкен жетістіктерге жетуінің бірден-бір себебі анамыздың шексіз махаббаты мен қолдауы. Әкеміз бен анамыздың адал сезімі, сыйластығы, қамқорлығы, бір-біріне тірек бола білуі бізге әрдайым үлгі болады. Жұптарыңыз жазылмай, өмір қызығына тоймай 100 жасаңыздар. Жолымыз жарасып, армандарға қанат қақтық талай. Жұлдызға таласып, қалдық кейде қол созып жете алмай. Махаббаттар ашың, самғайық бір биігінде талмай. Ертеңге жол ашық, қиындықтан қалмасақ өте алмай. Асыл жарым ай, асыл жарым
Нұрлан Нұроллаұлы мен Мая Қуанышбайқызы, Арнұр, Ернұр атты екі ұл, Шынар Нәзия атты екі қыз өсіріп, әрқайсының жоғарғы білім алуларына, шетел мемлекеттерінде оқуларына жағдай жасады. Тағдыр жолы табыстырған таңым-ай, бағым барым-ай, шаңырағымның шаққан шамын-ай, келші жаным-ай, маңдайыңнан бір иіскейін. Тәтті бір күн кешіп, бағалайық бағымызды балдай, жүректер үндесіп, берік болсын алын басқа малдай, тербетіп жыр бесік, қарсалайық берекелі таңды, тағдырмен тілдесіп, шамалыңды сүйейін самалдай, асыл жарым-ай, асыл жарым-ай. Екеуі келін түсіру, қыз ұзату бақытына бөленіп, шаттық атты келін, Тимур, Мақсат атты күйеу бала, олардан 6 немере сүйіп отырған бақытты жандар. Жаным-ай, маңдайыңнан бір иіскейін, асыл жарым-ай, асыл жарым-ай, тағдыр жолы табыстырған таңым-ай, бағым. Осы өңірде кең керілген керегең, еңбегіңмен еселенген берекең, атасының амандығын тілейді ерке тентек ақ пейілді немерең. Ардақтайды ақсақал деп халқыңда, біз секілді ұрпағыңда артыңда, 80-ге де 90-ға да жетіңіз, дәл осындай мейірімді қалпыңда. Асыл жарым-ай, асыл жарым-ай, тағдыр жолы табыстырған таңым-ай, бағым барым-ай, шаңырағымның жаққан шамын-ай, келші жаным-ай, маңдайыңнан бір иіскейін, маңдайыңнан бір иіскейін. Нұрлан Нұроллаұлы туған туысқандарының, бауыр қарындастарының, қайын жұртының, құда-құдағиларының, жора жолдастарының арасында сыйлы, үлгі тұтар азаматтың бірі. Ол жанұясының ең үлкені. Артынан ерген 3 бауыр, 3 қарындасы бар. Ағасы бардың жағасы бар демекші, Нұрлан Нұроллаұлы бауыр қарындастарының, олардың балаларының ақылшысы, қорғаны, жол көрсетушісі, алға жетелеушісі болып келеді. Қолда барын бөліп беріп, әрқайсысының қиыншылығына қиналып, жақсылығына әкесіндей қуанып, әрдайым қанатының астына жинап тірекші, тілекші болып жүретін асыл жан. Ісіңнен мен еріп келем, әкемдей болған, қамқоршым қорған, әй ардақты ағам. Жол көрсетіп алданмаған, ол жырақ ауламан. Ағам бар менің, адалдықтан аттамаған, ағам бар менің, ешкімге кек сақтамаған, ағам бар менің, сыйғып берген хақта қаламаған бар менің. Ақылшым маған, қолда барын бөліп берген, ілесіп саған, ісіңнен мен еріп келем, әкемдей. Өткен күннің артта қалып елесі, тіршіліктің жылжи берер кемесі, басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған 70 жастың құтты болсын белесі. Аман сау жүзге жеткен асыл әке, басыңнан арылмасын
бақыт құсың.